Сәлеметсіздер ме балалар? Математика 3-ші сынып 9-шы сабақ. Бүгінгі сабақта үш таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмдері. Бірінші есеп. Әр қорықтан кез келген санды таңдап, үш таңбалы сандар құрастыр. Оларды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз дейді. Бізде жүздіктер қызыл түспен, ондықтар жасыл түспен, бірліктер көк түспен берілген. Ендеше біз қызылда, ондықтарда, бірліктерде берілген сандармен үш таңбалы сан құрастырамыз. 956 санын құрастырдық, яғни жүздік, ондық, бірліктерді алу арқылы. Енді осыны разрядты көрсеткіш бойынша жазсақ, 900 қосу 50 қосу 6. Келесі біз 7 санын алдық жүздіктерден. Ондықтардан 2 саны, бірліктерден 1 санын алдық. Сонда 700 қосу 20 қосу 1 саны. Келесі біз 3 санын алдық жүздіктерден, ондықтардан 4 саны, бірліктерден 9 санын алдық. Сонда 300 қосу 40 қосу 9. Яғни разрядты көрсеткіштердің қосындысы түрінде жаздық. Келесі екінші есепте баған түрінде амалдың қалай есептелгенін құрастыр. Қосу және азайту алгоритмін түсіндір дейді. Баған түрінде қосу және азайту алгоритмі. Әр жағдайда алгоритмді толықтырмайды, айырмашылықтары неде дейді. Біз бірліктерді қосамыз, ондықтарды қосамыз, жүздіктерді қосамыз, жауабын оқимыз. Енді бізге 432 қосу 245 берілген. Біз әуелі бірліктерін қосамыз, яғни 432-нің бірлігі 2, 245-нің бірлігі 5. 2 мен 5-нің қосындысы 7, 3 пен 10-ығы 3 пен 4, 3 пен 4-нің қосындысы 7, жүздігі 4 пен 2, бұлардың қосындысы 6. Енді осының азайту амалы кер амал, 677-ден 432-ні азайтамыз. 7-ден 2-ні азайтамыз, яғни ең соңынан бастаймыз, бірлігінен бастаймыз. 7 мен 2-нің айырмасы 5, 10-ығы 7 мен 3, 7 мен 3-нің айырмасы 4, жүздігі 6 мен 4, яғни 6 мен 4-нің айырмасы 2. Әрі қарай осылай шығарыла береді. Бізде енді мына жерде тағы да бір түрі бар. 437 қосу 245. Біз бірлігіміз 7 мен 5. 7 мен 5-ті қоссақ 12, 12-нің бірлігі түседі, бірі ойда болады. Ондығымыз 3 пен 4, 3 пен 4-тің қосындысы 7, ойдағы 1 мен, міне төбесінде 1 тұр, ойдағы 1 мен 8 болады. Енді бізде жүздігіміз 4 пен 2, 4 пен 2-ні қоссақ 6. Енді бізде азайту амалында кездесетін жағдай. 682-ден 245-ті азайтамыз. Енді біздің бірлігіміз 2 мен 5. Біз 2-ден 5-ті азайта алмаймыз, өйткені 5-тен 2 кіші сан. Ол үшін біз алдындағы саннан қарызға 1 сан аламыз. Ендеше ондықтан 1 сан алғанда 10, 10-ға 2-ні қоссақ 12 болады. 12-ден 5-ті алсақ 7. Бағана қарызға алған санымыз бұл кезде 1 санға келмейді, яғни 8 саны 7 саны болып қалады. 7-ден 4-ті алсақ 3 болады, 6-дан 2-ні азайтсақ 4 болады. Осылай әрі қарай келесі есептерді де мысалдарды шығарайық. Осылай осы үлгіде шығарамыз. Келесі есебіміз 472 мен 245-нің қосындысы 717. 547 мен 256-ның айырмасы 291. 475 пен 245-нің қосындысы 720, 504 пен 256-ның айырмасы 248. Енді келесі есепке көшеміз. 7-ші есеп түсіндіре отырып есепке тексеру жүргіз дейді. Бізде 123 пен 450-дің қосындысы берілген. Бұны да жаңағыдай бірліктерін қосамыз. 3 пен 0-дің қосындысы 3, ондықтары 2 мен 5, 7, жүздіктері 1 мен 4, 5. Ал енді осыны азайтатын болсақ, тексер деп тұр. 573-тен 450-ді азайтатын болсақ, бірліктерін азайтамыз. 3 пен 0-дің айырмасы 3, 7 мен 5-дің айырмасы 2, 5 пен 4-дің айырмасы 1. Әрі қарай осылай бірліктерін, ондықтарын,
жүздіктерін қосу арқылы немесе азайту арқылы бағандап шығарамыз. 987 мен 234-тің айырмасы 753, 753 пен 234-тің қосындысы 987, 678 пен 45-тің айырмасы 633, 633 пен 45-тің қосындысы 678. 167 мен 462-нің қосындысы 629, 629 пен 462-нің айырмасы 167. 278 пен 287-нің қосындысы 565, 565 пен 287-нің айырмасы 278. 366 мен 555-нің қосындысы 921, 921 мен 555-нің айырмасы 366. 475 пен 347-нің қосындысы 822, 822 мен 347-нің айырмасы 475. 515 пен 346-нің айырмасы 169, 169 пен 346-нің қосындысы 515. 522 мен 376-нің қосындысы 898, 898 пен 376-нің айырмасы 522. 689 пен 231-дің айырмасы 458, 458 пен 281-дің қосындысы 689. 345 пен 201-дің айырмасы 144, 144 пен 201-дің қосындысы 345. 987 мен 697-нің айырмасы 308, 308 пен 679-ның қосындысы 987. Енді бізге тура теңдік шығатындай бос орындарға 3 таңбалы сандар жаз дейді. Бізде 1000 берілген, 800 берілген. Ендеше 397 қосу 846 қосу 217-нің мәні 1000 болады екен. 132 қосу 315 қосу 353-тің мәні 80 болады екен. Келесі есеп, төртінші есеп, есептелейік. 2 метр 34 сантиметр қосу 5 метр 11 сантиметр. Жауабы бізде 745. Сантиметрге айналдырғанда 2 метр 34 сантиметр 234 болады. 5 метр 11 сантиметріміз 511 сантиметр болады. 2 метр 3 дециметр 400 сантиметрімізге 1 метр 4 дециметр 4 сантиметрді қосамыз. Яғни 234 сантиметр қосу 144 сантиметр тең болады 378 сантиметр. 45 дециметр қосу 3 метр 3 сантиметр тең болады 450 сантиметр қосу 303 сантиметр 753 сантиметр болады. Балалар, қарап отырсаңыздар, метрді, дециметрді біз сантиметрге айналдырып отырмыз. Келесі есеп, 3 метр 5 дециметр 9 сантиметрден 1 метр 4 дециметр 4 сантиметрді азайтамыз. Яғни 589 сантиметрден 144 сантиметрді азайтсақ 215 сантиметр шығады. 67 дециметр 5 сантиметр азайту 3 метр 2 сантиметр тең болады. 675 сантиметр азайту 302 сантиметрдің жауабы 373 сантиметр болады. 6 метр 9 дециметр 7 сантиметр азайту 2 метр 45 сантиметрден азайтсақ 679 сантиметрден 245 сантиметрді азайтсақ 452 сантиметр болады екен. 5-ші есеп. Бірінші төбенің биіктігі 245 метр, екінші төбенің биіктігі одан 136 метрге биік. Үшінші төбе екінші төбеден 172 метрге биік. Үшінші төбенің биіктігін тап дейді. 3 таңбалы сандар таңдап есепте берілген мәліметтерді өзгерт, оны қайта шығар дейді. Бірінші төбе 245, екінші төбе белгісіз 136 метр биік одан қарағанда, үшінші төбе белгісіз 172 сантиметр биік екіншісінен қарағанда. Сонда 245-ке қосамыз 136-ны 381 метр екінші төбе, 381-ге 172-ні қосамыз, сонда 553 метр бұл үшінші төбе. Сонда үшінші төбенің биіктігі 553 метрге шыққан екен. Бізге өзгертеді. Енді бірінші төбе 324,
Екінші төбе белгісі 153 метрге биік біріншісіне қарағанда. Үшінші төбе белгісі 186 метрге биік екінші төбе. Тура біріншідегі есеп шығарылуы тек сандары өзгерген. 324 қосу 153 тең болады. 477 қосу 186 663 метр. Сонда үшінші төбенің биіктігі 663 метр болады екен. Алтыншы есеп. Баған түрінде шар дейді. 458 қосу 167 625, 275 қоспен 146-ның қосындысы 421, 522 мен 245-ның айырмасы 277, 954 пен 486-ның айырмасы 468, 721 мен 549-ның айырмасы 172, 658 пен 173-ның қосындысы 831, 991 мен 777-ның айырмасы 214, 768 пен 689-ның айырмасы 79, 666 мен 297-ның айырмасы 369. Жетінші есеп. Егер оқушы өрнектің мәндерін амалдар бойынша есептеген болса, онда оның қандай өрнектің мәнін тапқанын анықтап. Бізде өрнек белгісіз, бірақ бірінші, екінші амалдары реті берілген. Ендеше 24 пен 6-ның бөліндісі 4, 32 қосу 4 дейді. Ендеше біз оның өрнек түрін табамыз. 320 қосу 24 бөлу 6 тең, сонда жауабы 324. Яғни бөлу бірінші орын алады, қосу екінші орын алады. Әсінде 4 көбейту 5 қосу 3 көбейту 9 тең 47. Бірінші амал 4 пен 5-дің көбейтіндісі 20, екінші амал 3 пен 9-ның көбейтіндісі 27, үшінші амал 20 мен 27-ның қосындысы 47. Бысында 3 амалмен орындалады екен. Жақша ішінде 22 мен 18-ның қосындысы 40, бұл бірінші амал. Жақша сыртындағы бөлу екінші орын алады, 40 бөлу 8, 5. Одан кейін барып, үшінші амал қосу амалы орындалады, 5 қосу 123 тең болады 128-ге. 8-ші есеп. Саяхатшы таудағы барлық соқпақ жолмен жүріп өтті. Егер бір жолмен екі қайтара жүрмеген болса, онда ол барлығы қанша метр жол жүрген анықта дейді. 98 метр, 102 метр, қосу 150 метр, қосу 160 метр, қосу 210 метр, қосу 170 метр, тең болады 890 метр жол жүрді. Міне балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Арнамызға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі сабақта кездескенше.